Шығай ұлы Дәулеткерей, қазақтың әйгілі күйші композиторы, төре күйлерінің негізін қалыптастырушы. Бұрынғы Бөкей ордасында, қазіргі Батыс Қазақстан облысының Орда ауданына қарасты Қарамола деген жерде дүниеге келіп, өзінің ата қонысынан топырақ бұйырған. Ата бабасы Өріс ханнан бері қарай хандық биліктен қол үзбеген. Бөкей хан өлген соң, Дәулеткерейдің әкесі Шығай 8 жылдай Бөкей ордасына хандық билігін жүргізген. Дәулеткерей домбыра тартуды Мүсіреліден үйренеді. Оның орыстың балалайкасында, гитара мен мандолинада да шебер ойнаған. Оның ең әуелгі шығармаларының бірі Ақбала атты сұлу қызға арналған Ақжелен күйі. Бір 1869 жылы қазақтың ұлы күйшісі Құрманғазы Сағырбайұлымен кездесуі Дәулеткерейдің шығармашылық өміріндегі ұмытылмас кезең болды. Олар күй тілімен табысып, бір-біріне күйшілік өнерімен тікелей әсер етеді. Дәулеткерейдің көптеген күйлері халық арасына кеңінен тараған. Оның тұрмыстық жанрдағы желдірме, тартыс, ысқырма, қосалқа күйлері, Қыз Ақжелен, Ақбала қыз, Көркем ханым, Қаражан ханым, Құдаша, Мұңды қыз, Жұмабике сияқты әйелдер бейнесін жасаған шығармалары бар. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары қайтыс болған Дәулеткерей ұзақ уақыт өмір сүрмесе де, артына өлмес, өшпес мұра қалдырып кеткен ұлы күйшілердің бірі.